Ford Fiesta көлігі 2015 жылға кеше осы көлікті сториске салғам 2.500.000 деп көп адам жазып сапты. Және де таңертең телефон соғады, көліктің жағдайын қарайсың ба деп. Көлікке келіп тұрмын. 1.6 моторда өте шағын, ыңғайлы қыз балалар, әйел адамдарға өте керемет көлік. 2.500.000-ға Атырауға дейін баратын бағасы. Қысқы дөңгелек салып тастаған. Бұл көліктің вин-код ашылмайды. Канада 160.000 километр өтіп тұр бұл көлік. Көліктің ішкі келбеті, міне автомат коробка, осындай ручегімен, борт компьютері бар, мафондардың бәрі түгел. Бұл көлік иесі қазір Тбилисиде екен. Хабарласып қойдым. Жалпы көліктің артқы салон келбеті тап-таза, керемет екен. Және де мына орындықтар құлайды. Мынандай кішкентай өзінің салоны бар, багажы бар деген. Көлік жақсы, тап-таза. Бәрі вин-код белгілерімен тұр. Детальдардың бәрі тұр. Есіктердің бәрі вин-код белгісімен тұр. Еще мынандай код бар. Ескі код салып болады. Моторын бірге қараймыз. Көліктің сырты мынау. Әдемі шағын көлік. Моторын қарап жүріңіздер міне. Шағын, үнемді, эконом. 1.6 мотор. Керемет екен. Ал 2.500.000 теңгеге арзан көлік сұраған жандар хабарласыңыздар. Кеше сұрадыңыздар, мен түсірдім міне. Толық ақпарат аласыздар. WhatsApp-қа шығып. Қазір иесі келіп, көлікті жүргізіп қарап жатыр. Мына Ford бар ғой. 1.6 моторда. Бөлек екен жүрісі. Мана пробегін қате айтқан екен, мана көлік иесі 147.000 миль екен. Дұрыс орысшада түсінбейді. Әдемі, керемет міне. Коробка бәрі четко жұмыс жасап тұр. Әдемі жұмыс жасап тұр. Төрт дөңгелегіне қысқы дөңгелек салып тастаған, титан дискімен тұр. Салоны іші тап-таза. Ал хабарласыңыздар, 2.500.000 теңге Атырауға дейін растаможкасын бәрін есептеп. Заводской, автозаводкасы бар. Ал, не айтасыздар? Салқын күні үйде жатып қыздырасыздар. Осы жол кілең автозавод болып кетті. Ал жылыңыздар ал. Осындай кілтімен, пультімен